boyunca bir nasıl kurmuş çıkartıp alimleriniz? Cerrah'la birisi olalım. Ya cerrahlarımız. Sonuçta
бірінші полиция қызметкері Мәжит өзінің берген атын, яғни анты бойынша ол халыққа қызмет жасау керек, заңдарды қатаң сақтау керек, анты талаптарын және Қазақстан Республикасы қылмыстық құқық қорғау қызметі туралы 18 бап бөлімі бірінші тармақтан өзге бұзып, полицейский произвол өзінің орнымен көшіп-қону әдіспен сәбитті өміріне қауіп төндіріп, бұл болса төнген қауіп пен қажетті қорғану мақсатында Мәжиттің бас аумағында толып сенбеген. Яғни Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 34 бап бөлімінде бөлігіне сай тікелей қатер төнген қауіпті жою үшін, егер ол қауіпті өзге амалдар жою болмаса, бұл ретте ол аса қажеттілік шегінен шығуға жол беріледі деп санаймыз. Сондықтан оның әрекетінде қасақаналық жоқ, заң аясынан шықпаған, сәбит өзінің өміріне төнген қауіп қажетті қорғауда болған, демек іс әрекетінде қылмыс құрамы жоқ деп санаймыз. Өзінің жауапта ол Мәжитті сонан соң талап көрсеткен, себебі коллектив қайрат күшін қолдану деген соғысынан одан тұраған басымен соғып, біраз уақытта есінен айырған. Яғни ол қайтадан ол үкімді жаңағы жайттан жоқ деп санаймыз. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 19 бап презумпциясы екінші бөлігінде ешкімде өз кінәсін дәлелдеуге міндетті емес делінген болса, осы баптың үшінші бөлігінде күдіктінің айыпталусын жолдаусыз дәрежеде сейілмей болған олардың пайдасына түсіндіріледі. Қылмыстық және қылмыстық процесстік заңдарды қолдану кезінде туындаған күмәндар күдіктінің айыпталусының пайдасына шешуге тиіс деген. Айыптау үкімі болжамдарға негізделе алмайды. Ол жоқ берілетін және анық дәлелдердің жеткілікті жиынтығынан анықталуға тиіс. Яғни Сәбитке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық процесстік кодексінің 35-ші бабы 1-ші бөлігі қылмыстық бұзушылық оқиғасының болмауына осы 1-ші бөлігі 2-ші тармағы қылмыстық құқық құралының болмауына байланысты оның үстіне қозғалған 380-ші бап 1-ші бөлігінен тіркелген сұқтанған сәтке тағылған болжамдарға негізделген деп санап, сондықтан қылмыстық істі тоқтатып тастауды бейнетті көрсетілген бірнеме қатарынан алып тастауды, Мағауия Сәбит Кенжебаевтың әрекетінде бағындау жолын анықтауын алып тастауды, сонымен қатар қылмыстық іс бойынша сот шығыны көрсетілмеген, іс бойынша жәбірленуші тарапынан анықтау хаттамасында моральдық материалдық залал өндіру жөнінде арыз көрсетілмеген. Сонымен қорыта келе Қазақстан Республикасы қылмыстық процесстік кодексінің 37-ші бабына сай және сақтауға ұсталған сәбитті қылмыстық кодекс 38 бабының талаптарына сай келтірген шығынды өтеткізуді соттан сұранамыз. Назарларыңызға рахмет, мендегі басым. Так, Сәбит, қолдайсыз ғой? Я қолдаймын. Қолдайсыздар? Мен де қолдаймын. Жақсы, жәбірленуші. Біз келіспейміз, өйткені бұның бәрі сот процесінің сот тергеуінде зерделенді, олар баға берілді, тиісті жауаптар алынды, жәбірленуші. Оған қатысты сотталушы қылмыс жасағанын нақты айтты, оны бір емес 5 күн айтып тұр. Сот процесінде сотталушы қолын серпе қорғанын жоққа шығарып, керісінше мойындап берді, бұл туралы айыпты ұстағанын есептейміз, сондықтан жаза құқыланып жатады. Ал адвокаттың қазір қойып отқан бірінші қатты қанағаттандырғысы қалуға жатады. Мен де келіспеймін, Алла разы болсын. Өтініштегі рахмет болады екен. Құрметті қастымен біз Сәбит Сұлтанәлі Сәбитұлына қатысты пікір айтып отырмыз. Бұл жерде жайлы
bildirip oturup істің басы бұл жерде 8 қаңтар басталған, 2 жұмыс сағат таң сағат 6 шамасында бұл жерде Бегалиеваның тыныштығын бұзу бойынша соны шақыртумен келеді қызметкерлер тыныштығын бұзу бойынша баратасын қабылдатып тыныштығын бұзған ол бойынша іске хаттамасы әкімшілік кодекспен толтырылған хаттама ол шетінен толтырған істе бар. Соның негізінде келіп отыр, және де бұл сот тергеу барысында да, сотқа дейін тергеп тексеру барысында Сәбит Сұлтанәлі өзінің кінәсін құрғандығын айтып отыр. Бірінші жауабында да, күдіктінің жауабын алу барысында да бұл жерде адвокат қатысқан. Сондықтан құрғандығы жөнінде мойындаған, кейін бірнеше рет жауап алған, басқа адвокаттардың қатысуында да. Бұл жерде сот барысында дайып отыр, құрғандығын қысыммен өтіндеп отыр. Енді сот сараптамасы тағайындалған құрметті сот жәбірленушілер Мәжит Бекмұхамбетке ол жерде сотының сараптамасы қорытындысына сәйкес 17.01.2023 жылы 57-ші санат қорытындысында жеңіл зиян келтіргендер көрсетілген құрметті сот. Сонымен қатар мынау іс бойынша сараптама тағайындалған 15.05.10.2023 жылы сот компьютерлік техникалық сараптама тағайындалған құрметті сот. Ол жерде 1646 сараптама қорытындысына сәйкес жүргізілген зерттеу нәтижесінде зерттеуге ұсынған бейне жетондардың жазба тасушыларды бейне файлдарды бар екенін анықталған. Ол жерден 08.01.2023 бейне түсірімдер жүргізілмеген деп көрсетілген. Бейне жетондардың жұмыс істеу ерекшелігін ескере отырып, ұсынылған бейне жетондардың жазу тасығыштарында бар жазбалар механикалық түрде жүруі мүмкін, қолмен немесе жазу тасушымен пішіндеу арқылы. Сәйкесінше қуат жетіспесе батареяны тасу, бейне таңбалаушы, жазу тасымалдағышы жазылмайды деп көрсетілген. Бұл жерде бейне жетонға сараптама тағайындалған, бұл бойынша қорытынды берілген. Енді санкция дейді ғой, енді түсетін соғылтып көзқарас бойынша бұл жерде құрметті бұзылмаған, 8-ші қаңтар 2023 жылы басталған қылмыстық іс тергелген, және де 08.02.2023 жылы 2 айға санкция берілген. Және де ұзартылған 08.04.2023 айға ұзартылған, және 23.04.2023 жылға дейін 15 күнге іспен танысуға ұзартылған. 23.05.2023 бір айға ұзартылған, сотпен 23.06.2023 бір айға тағы ұзартылған, сотпен 08.07.2023 жылы 15 күнге ұзартылған, 18.07.2023 жылы 10 күнге іспен танысу үшін ұзартылған. Ол жерде бұл істің бәрі сотпен ұзартылған, құрметті сот, істе қаулылар бар. Сондықтан енді кешеде алдыңғы сот процесінде де өтініш шарттар айтылды. 35-ші бабының 1-ші бөлімі 2-ші тармағының қылмыстық процесс тоқтату туралы ол жерде өтініш хатында айтып өттік. Сондықтан іске тіркелген құжаттардың толық дәлелін толық дейміз. Сондықтан өтініш хатты қанағаттануыңызды қалдыруыңызды сұраймын. Жақсы, сот отырып қабыл етті. Мынау құжаттардың сот кеңесі бөлмесінде шешім табылған. Өзінің актісін көрсетеді. Басқа өтініш талаптағы арыздар жоқ болатын болса, сот ұсыныс беріңіз Сәбит. Сізге соңғы сөз беріледі. Мен оқиға бойынша ол жерде мен қасақана істеген жоқпын. Ол жерде өздері мені келіп оқтау сөздер айтып, жұлқылап, мойнымнан қылқындырып, көтермекші болды. Сол кезде мен көзім қарап, құлап баратқан амалсыздан қолым сермей жүргенде мен оны білмеймін. Өйткені ол кезде мен қылқындырып жатқан. Осы. Жақсы. 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 Отырыңыз. Сот іс бойынша үкім дайындау үшін кеңес бөлмесіне келді. Үкім бүгін сағат 16:00-де жарияланды.